Баршаңызға қайырлы күн, құрметті де сүйікті менің көрермендерім. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге шарлоткадан да өте дәмді болып шығатын, өте жұмсақ болып шығатын пирогтың рецептісін сіздерге ұсынатын боламын. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін менің арнама подписация бөлімін басып, тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Алдымен бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды саламыз. Үстіне қантты салып, жақсылап араластырамыз. Лопатканың көмегімен араластырсаңыздар да болады. Жақсылап қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Үстіне 2 жұмыртқаны салып, және тағы жақсылап араластырамыз. Араластырып алдық. Енді үстіне қаймағымызды саламыз. 20-25% қаймақ қолданамыз. Және тағы жақсылап араластырамыз. Араластырып алдық, массамыз сұйықтау болады. Енді ұнды електен өткізіп аламыз. Үстіне қопсытқышымызды қосып, екеуін алдымен жақсылап араластырып аламыз. Қоспамызға ұнның барлығын салып, жақсылап еншікпен араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Мінекей бізде осындай қою масса шықты. Енді формамызды дайындап аламыз. Кез келген формаға жасай берсеңіздер болады. Мен осындай форма қолдандым. Пергамент қағазын төсеп, қамырымызды жайғастырып шығатын боламыз. Жайғастырып алдық. Енді мен үстіне слива қоса қоятын боламын. Сіздер абрикос немесе персик қолдансаңыздар болады. Сливаларымыздың барлығын осылай бетіне жайғастырамыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 150-180 градустың арасында 30-35 минуттай пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, пирогымыз дайын болды. Қонақ келсе, өте жылдам әрі тез дайындайтын пирогтардың бірі. Сіздер де дәл осы рецептпен, дәл осылай жасап көрсеңіздер болады. Менің арнамнан пайдалы әрі оңай жасалатын тағамдардың рецептісін жоғалтып алмас үшін, сізге үнемі көрініп отыру үшін менің арнама тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, баршаңызға ас болсын.